Бейнеу аудандық полиция бөлімінің бастығы Бүкен Жұмағали блогерлерді сотқа берді. Олар әлеуметтік желіде аудан полицейі қоғам белсендісін қудалады деген жалған ақпарат таратқан. Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында блогер Айгүл Ақбердіге Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексіне сүйеніп 180 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 525.060 теңге айыппұл салынды. Бүкен Жұмағалидің Мерей Карбаковты қудалағаны туралы қауесет желілердегі қара беттер қара жүйесі тобында таралған. Оны Шолпан Өтекеева, Айгүл Ақберді, Ұлбосын Турдиевалар репост жасаған. Бірінші ақпанда Жаңаөзендегі аудандық сот Шолпан Өткееваны 20 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды. Ал 12 ақпан күні экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бекбол Қорғанбаевтың өтініші бойынша Мұнайлы аудандық соты Ұлбосын Турдиеваға 525.060 теңге айыппұл салды. Істі қарау барысында және сот мәжілісінде Жұмағали Бөкеннің Бейнеу полиция басқармасының бастығының бұндай ақпаратта жалған істерді қаралмаған сот шешімі жоқтығы анықталды. Яғни Ақбердиевтің жалған мағлұмат бергендері бізде жала жауы дейді, сондай бергені анықталып, әкімшілік сотпен, Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотымен 17 ақпан 21 жылы Ақбердиева Айгүл Ізмұханова кінәлі деп танып, әкімшілік жаза ретінде айыппұл тағайындалған.